Сабағымызды бастаймыз, балалар. Қазақ тілі 4-ші сынып 22-ші сабақ жылы жүрек тәтті тіл. Пайымдау мәтінінің мазмұндық және құрылымдық ерекшеліктері. Сабағымызды бастаймыз. Балалар, 33-ші жаттығу пайымдау мәтінінің сызбасына қара. Ол қандай бөліктерден тұрады? Пайымдау мәтінінің бөліктерін қандай сөздер байланыстырып тұр дейді. Пайымдау мәтіні дегеніміз кестеге қараймыз, 3 түрден тұрады екен. Бірінші дәлелденетін пікір, дәлелдеу пікірі және қорытынды. Дәлелденетін пікірде өйткені, себебі, неге десеңіз деген сөздер кездессе, дәлелдеу пікірінде сондықтан, сол себепті, демек деген сөздер кездеседі. Одан кейін қорытынды. Балалар, пайымдау мәтіннің бөліктерін түсіндік деп ойлаймын. 34-ші жаттығу пайымдау мәтінінің бөліктеріне назар аудар. Бірінші, дәлелденетін пікір. Мыңдаған жыл бұрын сәнді сарайларды кірпіштен салған. Кірпіштен үй салу құрылысшыларға ұнаған еді. Екінші, дәлелдеу пікірі. Кірпішті саз бен құмнан жасайды, ал саз бен құм барлық жерден табылады. Кірпіш отқа жанбайды, суға ерімейді, қатты аязда шытынамайды. Үшінші, қорытынды. Кірпіштен салған үй қыста жылы, жазда салқын болады. Пайымдау мәтінінің бөліктерін жоғарыдағы сызбада берілген көмекші сөздердің көмегімен байланыстырып жаз дейді. Балалар, енді осындағы 3 бөлікке өзінің қыстырма сөздерін, бірінші бөлікке өйткені себебі, екінші бөлікке сондықтан сол себепті сөздерді қосып жазамыз. 35-ші жаттығу мәтінді түсініп оқы. Атымтай Жомарт. Атымтай Жомарт өзі есепсіз бай бола тұрып, күн сайын бір мезгіл үстіне ескі құсқы киім киіп, отын кесіп, шөп тасып жұмыс қылады. Бір күні өзінің жақын таныстары сұрады дейді. Жомарт, Құдай берген дәулетіңіз бар. Ақша, тамақ, жалаңашқа киім, үйсіздерге үй болдыңыз. Сөйтіп тұрып өз басыңызды, мәртебеңізді төмен түсіріп, кедей адамша отын кесіп, шөп тасқаныңыздың мәні не? Жомарт айтты дейді. 4 түрлі себеп бар. Әуелгісі әдемі ат, асыл киім, асқан дәулетті үнемі әдет етсем, көңілге желік кіргізеді. Сол желіккен көңілмен өзімнен терезесі төмен бейшаралардан жиреніп, көз салмай кем-кетікке жәрдем беруді ұмытармын деп қорқамын. Екіншісі, бар бола тұрып, мен жұмыс қылсам, мұның кемшілік емес екенін біліп, кейінгілер әбірет алсын деймін. Үшіншісі, күн сайын өз бейнетіммен тапқан 1-2 пұлға нан сатып алып, жесем, бойыма сол тамақ болып тарайды. Еңбекпен табылған дәмнің тәттілігі, сіңімділігі болады екен. Төртіншісі, Құдай тағаламның берген дәулетін өзімсініп, тиісті орындарына жаратпай көбін өзім ішіп жеп, өзім тұтынсам, мал берген иесіне күнәлі болармын деп қорқамын. Мәтіндегі пайымдау бөліктерін ажырат, түсіндірмені дәлелдеуді нақтылап тұрған көмекші сөздерді тап. Бұл әңгімедегі көмекші сөз нақтылап тұрған пайымдау мәтіні, ол сөйтіп және себеп деген сөздер. 36-шы жаттығу мәтінді түсініп оқы. Тазалықтың сыры. Үйдегі мысықтар ертеңнен кешке дейін жуынады да жатады. Сонда мысықтардың ерекше таза болып шыққаны ма? Оның әртүрлі себебі бар екен. Мәселе тазалықта ғана емес. Мысықтар үстін жалаған кезде кірін кетіріп, тамақ қалдықтарынан тазарып қана қоймай, денесінен шығатын иісті де жояды. Өйткені олар үшін иіс өте зиянды. Себебі жемтігі оның иісін күні бұрын сезіп қойса, ол аш қалады. Сондықтан жуынып, тазарған мысық құлағын тігіп, тышқан інінің әлденеше сағат аңдып отырып, мақсатына жетіп тынады. Бұл мәтіннің қай түрі? Өз сөзіңмен пайымдау мәтінінің бөліктері қамтылатындай етіп ықшамдап жаз дейді. Бұл мәтіннің қай түрі? Бұл пайымдау мәтіні болып саналады. Себебі бұнда дәлелденетін пікір, дәлелдеу пікірі кездесіп тұр. Балалар, сабақ аяқталды.